Шымкенттен 50 километрде орналасқан орталық Азияда ең терең шатқалға қалай жету керек екенін осы видеода көрсетемін. Ал ол керемет жерге мына мен бұрыннан бері армандап жүрген Lexus GX 550 мен барамыз. Кеттік. Ең алдымен қала сыртына Таукихана даңғылы мен Феркан Сити арқылы шығамыз. Бірінші кольцоға жеткен кезде солға бұрыламыз. Промзонадан өтіп, осы светофордан Сайрамға қарай бұрыламыз. Келесі светофордан оңға бұрыламыз. Төлебе ауданына кіріп, Зертас ауылынан өтеміз. Көксайек ауылына кірген соң, светофордан және Шаңырақ аркадан солға бұрыламыз. Мосттан өткен соң солға бұрыламыз. Сайрам ауданына кіріп, Қарамұрт ауылына кіреміз. Ауылдың ортасынан өтіп, Мәдени жол белгісінен оңға қарай бұрыламыз. Жоғарғы Ақсу ауданына кіріп, аркадан өткен соң оңға бұрыламыз. Міне 50 шақырым жүріп, Мәдени ауылына кіре берісте Ақсу шатқалына жетеміз. Ақсу шатқалы орталық Азияда ең терең шатқал болып есептеледі. Мәдени ауылы тұсында шатқал тереңдігі 50-100 метр. Ал тауға жақындаған сайын Ақсу жабағылы қорығының ішінде тереңдігі 500 метрге дейін жетеді. Және орталық Азияда ең терең шатқал болып есептеледі.